Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Менің жасым 87-де. Бір жылдан асты. Осыларды үзбей ішіп келатқаныма. Жүрегімді ауырды, давлениям да болды, екі аяғымды баса алмай қалдым. Қазір осы бір жылдан асып, осылардың көмегіменен енді қазір осыны мынау көк қызылды мынаған ауыстырдым. Қазір көзім де көретін болды. Көзім көрмей қалған, құлағым да ауырған. Екі тізем баса алмай үйде таяқпен жүрдім. Қазір енді үйдің ішінде таяқсыз жүрем. Кішкене өзімді мынаны ішкеннен бері, міне бір жылдан асты, бір жыл 3 ай. Май, июнь, июль, август. Бір жыл 3 ай 4 айға кетті, мінекей осыларды ішіп жүргеніме, осылардың бәрі міне қолданып жүргеніме. Бір жыл 4 ай, үзбей іштім. Ұйқым да тиышталды қазір, міне осы соңғы. Давлениям да орнына келгендей болды. Өзімді кең, бос, бір орнықты болып қалып отырмын қазір. Іштеңен ойламайым. Кәлгі дүниеге жаңа келген сәби сияқты отырмын. Мынаны ішкеннен бері осы мынау екеуі көп көмек қылды маған. Осыларды ішкеннен бері анандай мынандайды ойламайым. Давлениям жоқ. Аман есен жүріп жатырмын өзім мінекей. Осылар менен міне. Осы дәрілер менен. Осы дәрілердің күшіменен мен осы қалға жетіп отырмын. Бір жыл 4 ай болғанда ішіп міне. Рахмет. Көп қуаныштымын. Қазір давлениям да жоқ. Көзімді көріп отыр. Көзілдірікпен ғана қарап отырам. Басым ауырмайды. Қолым дірілдейтін, тамақ іше алмайды. Дірілдегенімде басылды. Кішкене бәрі жақсы. Мынаны кім тікті, мамка? Өзім. Құрақ құрайым. Крючокпен тоқиым. Өзім міне, өзімнің құрап отырған құрағым бұлар мінекей. Осылай құрақ құрап төргөрпелерді тігем. Істеп отырам, істемесем отыра алмайм. Тоқиым, тігем. Осылардың күшіменен. Бұған көзім ауырып жарамай қалып едім бір мезгіл. Осы мына Салтанат деген қызым, мама осыны іш. Осыны ішсең әуелде тыңдамадым қызымды, бағынбадым. Содан кейін ауырғасын қызым ұрсып, ішін алар деп ішкізді. Міне бір жыл 4 ай. Алла тәуба мінекей. Тігісті да тігем, инені де сабақтайым. Мынаны міне көзіме де тамызам, құлағыма қышса құлағыма тамызам, тілім астына осылардың күшіменен. Мен қазір өзімді еркін санап жүрмін, далаға еркін кіріп шығып жүрмін. Көзім көреді, құлағым естиді қазір. Амин, амин, мамка, шипасы болсын, ауырма. Көзім көреді. Үйдің ішінде таяқсыз жүрем, но таяқты далаға шыққанда ғана жай. Кішкене поддержкаға ұстайым. Екі тіземнің ауырғанда, мына дәріні ішіп алғанда, таңертең Наташа ашқарында 7-де ішем. Сол менің бүкіл ауырған жерімді маған аралап атқан сияқты сезім береді. Мына жағында авария болған баяғыда. Бірінші содан бастады. Ішкенде тура басыма барды. Содан кейін аяғыма барды, мына екі аяғыма ауыратын. Осылай мынау аралады, или маған солай кажется болды ма? Или расында да осы аралады ма? Ну қазір жақсымын. Амин, амин. Бәрі мұны ішетін уақытта төсегімнен түрегелем. Мені түртіп оятқандай болады. Бір таблетка дегенді ішпеймін қазір. Укол алмайым, таблетка ішпеймін. Осыларменен жүріп жатырмын. Қызыма үлкен рахмет айтамын Салтанатыма. Алла еңбегің жемісті болсын, құлыным қосағымен қоса қалып. Мені емдеп атқан балапаныма 1000 шүкір тәуба деймін. Амин. Алла ғұмыр жасың ұзақ болсын деп қызыма батасын беріп отырмын. Амин. Рахмет, мамка. Алла тәуба. Продукты интернет-магазина Бепик. Американская продукция ЛФ в стиках, Б-кардио и зеленый напиток Актив. Вся эта продукция, которую кушает моя мама. Благодарю, мама. Рахмет.